Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен бірге грек жаңғағы қосылған пирог дайындаймыз. Ол үшін құрғақ ыдысымызға жұмыртқамыздың сарысын салып, миксермен араластырамыз. 200 грамм қантымызды қосып, миксермен араластырамыз. 200 грамм ертілген сармайымызды қосып, қантымыз ерігенше миксермен араластырамыз. 220 грамм ұнымызға 1 шай қасық қопсытқышымызды қосып, араластырып, үккіштен өткіземіз. Осы дайын болған массамызды төменнен жоғары қарай лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Жұмыртқамыздың ақ-уызын құрғақ ыдысымызға салып, таза құрғақ миксермен миксерлейміз. Осы ақ-уызымыз аппақ үлпілдек меренгі масса болғанға дейін миксерлейміз. Осы меренгімізді дайын массамызға қосып, лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай жақсылап араластырып аламыз. 100 грамм жаңғағымызды блендерге салып, ұсақтап аламыз. Не болмаса, пышақтың көмегімен де турап алсаңыздар болады. Қатты ұсақтап жібермейміз. Осы жаңғағымызды дайын массамызға қосып, лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай араластырып аламыз. Кез келген ыдысты пайдалансаңыздар болады. Мен осындай ыдысты алдым, ішін ерітілген сармаймен майладым. Осы ыдысымызға дайын болған массамызды салып, қызып тұрған пешімізде 180 градуста 50 минуттай пісіреміз. Дайын болған пирогымызды ыдысымызға орналастырып, ыстық пирогымызға сгущенка құямыз. Сгущенка толықтай сіңгеннен кейін, пирогымыз толықтай суығаннан кейін ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.